Бұл видеода біз сіздерді теріс сандармен таныстырамыз. Теріс сандармен танысып қоймай, біз оларды қосу мен азайтуды да бірге қарастыратын боламыз. Жалпы теріс сандарды алғаш көргенде, олар түсініксіз және жұмбақ болып көрінеді. Біз санап үйренген кезде оң сандардан бастап үйренеміз. Ал теріс сандар дегеніміз не? Бәлкім біз теріс сандарды күнделікті өмірде қолданып жүрген болармыз. Соны түсіну үшін бірнеше мысал қарастырайық. Жалпы теріс сандар деп барлық нөлден кіші сандарды атаймыз. Нөлден кіші сандарды атаймыз. Оны түсіну үшін мынандай жағдайды қарастырайық. Біз мысалға температура өлшеп жатырған кезде температуралық шкаланы саламыз. Біз температураны өлшеп жатырған кезде бүгінгі күн салқын делік, және температура мысалға 3 градус болсын. Бізде бұл 0. Бүгінгі температура мысалға 1, 2, 3. Бүгінгі температура 3 градус болсын. Ал және біреу ертең күн осы бүгінгі температурадан 4 градусқа салқынырақ болады деп болжам жасады делік. Ал ертең сонда температура қандай болмақ? Және де біз ол салқынды қалай суреттей аламыз? Егер мысалға бір ғана градусқа салқынырақ болса, 3 градустан 1 градусқа салқынырақ болса, бізде қазіргі температура 2 градус болар еді. Ал егер бұл 2 градусқа салқынырақ болса, температура 1 градус болар еді. Ал енді бізде 3 градусқа салқынырақ болса, температура 0 градус болар еді. Бірақ бұл жеткіліксіз, себебі ертең температура 4 градусқа салқынырақ болады. Яғни біз шкаламызды 0-ден төмен 1-ге жылжытуымыз керек. 0-ден бастап солға қарай тағы да бір бірлікке жылжытуымыз керек. Ал және де 0-ден кіші 1-ді біз -1 деп атаймыз. 0-ден кіші 1-ді біз -1 деп атаймыз. Демек, егер біз сандық түзуде 0-ден 10-ға қарай жылжитын болсақ, бізде сандар көбейеді. Ал егер сандық түзуде 0-ден солға қарай жылжитын болсақ, бізде -1, одан кейін -2, одан соң -3. Және де тағы солай сияқты әр қарай кете береді. Мысалға бізде -100 бұл -1-ге қарағанда айтарлықтай кіші. Немесе, мысалға бізде -100-іміз айтарлықтай кіші. Айтарлықтай кіші қайсынан? -1-ден. Бұл дегеніміз, егер -100 температураны білдірсе, онда бізге 100 градусқа салқын, яғни -1-ге қарағанда айтарлықтай салқын дегенді білдіреді. Басқа мысалды қарастырып көрелік. Мысалға, менде 100 теңге бар дек, яғни бүгін менде 100 теңге бар. Ал мен дүкенге барып жұмсаған қаражатым, яғни жұмсадым 300 теңгені. Бұл дегеніміз, мысалға мен дүкенге барып 300 теңгелік бір затты көрдім, бірақ менде бары бүгін 100 теңге. Мен өз досымнан 200 теңге беруін өтініп, 300 теңгеге толтырып, дүкенге барып, өзіме керек затты алдым. Бірақ ертең менде қанша теңге болатынын есептеп көрелік. Менде ертеңгі күні 200 теңге өз досыма қарыз болам. Неге? Себебі менде бары 100 теңге болды, мен алатын зат 300 теңге болды, яғни маған 200 теңге жетпеді.
А ол 200 теңгені мен досымнан алдым, бірақ келесі күні мен оған минус 200 теңге қарыз болып қалдым. Яғни, менде бүгін 100 теңге болды, 300 теңге жұмсадым, менде қалды минус 200 теңге. Ал енді бұны сандық түзуді қолданып шығарып көрейік. Мысалға бізде сандық түзу берілген. Осы сандық түзуде бүгінгі қаражатымызды белгілейік. Яғни, мысалға бұл дегеніміз 0 болса, ал мына аралық мысалға 100 болса, қазіргі менің қаражатым 100 теңге. Ал мен 300 теңгелік бір затты алдым деген сөз, яғни мен 100-ден бастап солға қарай жүремін. Яғни 300 қадам жүремін. Мысалға 100-ден 0-ге қарай, солға қарай 0-ге қарай сол қадаммен мен 100 қадам солға жүрсем, менде ешқандай теңге қалмайды. Яғни 0 теңге қалады. Ал енді мен сол 0 теңгеден тағы да 100 теңгеге солға жүрсем, менде қазір минус 100 теңге. Ал енді мен солға қарай тағы 100 теңгеге жылжитын болса, менде минус 200 теңге қалады. Ал осы аралықта көрсетілген қашықтық, бұл менің жұмсаған 300 теңгем. Яғни 100 теңге болды, жұмсадым 300 теңгені, менде қалды минус 200 теңге. Ал енді теріс сандарды қосу, азайтуға мысалдар қарастырып көрелік. Бізде 3 санынан 4 санын азайтып, ең алдымен бастап көрейік. 3 санынан 4 санын азайту мысалын біз жоғарыда көрсеткенбіз. Бұл яғни жаңа градусты көрсеткен кезде бізде қазіргі бүгінгі температура 3 градус, одан 4 градус артқа солға жылжитын болсақ, бізде минус 1 градусқа тап боламыз. Яғни дәл солай секілді 3 минус 4 дегеніміз бұл минус 1-ге тең. Ал енді біздің екінші есебіміз бұл деген 2 азайтылған 8. Бұл есепті шығару үшін ең алдымен біз сандық түзуді бейнелеп алсақ. Яғни сандық түзу берілген. Осы сандық түзудің бойынан ең алдымен біз 0 нүктесін тауып алайық. Мысалға бізде 0 нүктесі осы жерде болса, 1 бірлік, 2 бірлік бізде болады 1 және 2. Ал енді біз осы 2 нүктесінен бастап 8 бірлікке солға жылжуымыз керек. Яғни 2 азайтылған 8 дегеніміз 2-ден бастап сол жаққа қарай 8 бірлікке жылжу деген сөз. Ал енді 1-ге жылжып көрейік. Біз ең алдымен солға қарай 1 бірлікке жылжысақ, 1-ге түсеміз, 2 бірлікке жылсақ, біз 0-ге келіп түсеміз. Ал енді 8 бірлікке толу үшін біз сол жаққа 0-ден төмен тағы да 6 бірлікке жылжуымыз керек. Ал жылжып көрейік. Бізде болады 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Ал енді осы бірліктерді бейнелейтін болсақ, бізде 0-ден төмен 1 бірлік бұл минус 1. Келесі бізде болады минус 2. Келесі бізде болады минус 3. Одан кейін болады бізде минус 4, минус 5 және де соңғысы минус 6. Бәрекелді. Ал енді сонда біз 2 санынан бастап
сол жаққа қарай 8 бірлікке жылжитын болсақ, біз -6-ға келіп тірелеміз. Бұл дегеніміз бізде 2-ден 8-ді азайтқанда жауап шығады -6. Ал енді төменге қарай жылжып, тағы бір қызық есеп шығарып көрсек. Ендігі кезекте, мысалға бізде теріс сан -4-тен азайтып көрелік 2-ні. Ал енді бұл есеп ең бірінші қарағанда өте қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ біз сандық түзеуді ұмытпаймыз. Яғни сандық түзеу бізге бұл есепті де шығаруға көмектеседі. Сандық түзеуді белгілеп алдық. Бізде ең алдымен 0-ді тауып алсақ, яғни бізде болады 0 -1 болады -2 -3 және де -4. Ал енді біз осы -4-тен бастап 2 бірлікке солға жылжысақ, бұл дегеніміз -4 азайту 2 дегеніміз -4-тен бастап 2 бірлікке солға жылжу деген сөз. 1 бірлікке жылжысақ біз тап боламыз -5-ке. Ал тағы бір бірлікке жылжысақ солға біз тап боламыз -6-ға. Яғни -6-ға. Бізде жауап болады, белгілеп қойық, -4 азайтылған 2 жауап -6 болады. Ал енді бұны тағы да қызықты қылдырып түсіндіру үшін, мысалға -3-тен бастап, оған енді 2-ні қоссақшы. Біз жоғарғы 3 есепте азайту амалын пайдаландық, ал енді азайту амалын қосу амалына ауыстырып, -3-тен бастап 2 бірлікке оң жаққа жылжып көрейік. Бұл дегеніміз -3-тен бастаймыз, 2 бірлікке оңға жылжимыз. Бұл дегеніміз бізде болады 1 бірлікке жылжысақ -2-ге тап боламыз. Енді біз екінші бірлікке жылжысақ біз тап боламыз -1-ге. Яғни жауап болады бізде -1. Ал енді бұл жерде бір қызық заңдылық байқалып тұр. Біз енді -1-ден бастап 2 бірлікке солға жылжысақ, яғни -1 -2 тең болады. Бізде болады -1-ден бастадық. -1-ден бастаймыз. -1-ден бастадық. Ал енді 2 бірлікке солға жылжысақ, бізде болады 1 бірлікке жылжысақ -2-ге келеміз. Екінші бірлікке жылжысақ -3-ге келеміз. Бұл дегеніміз бізде -3. Бәрекелді. Жалпы бүгінгі видеода біз теріс сандарға кіріспей беріп, оларға қолданылатын бастапқы амалдарды айттық. Біз бүгін жалпы азайту амалын және де қосу амалын іс жүзінде көрдік. Алдағы видеоларда бұл амалдарды қолдануды ары қарай жалғастыратын боламыз.